Қазақ тіліндегі араб сөздері. Қазақ тіліне тікелей араб тілінен еніп, қазақ сөз қорының бөлігіне айналған бірліктер. 1000-ға жуық араб сөздері бүгінгі күні қазақ тілінде кеңінен қолданылады. Ең алдымен араб сөздерінің қазақ тіліне кіруінің басталуы қазақтар арасындағы ислам дінінің таралуымен байланысты. Қазақтар үшін жаңа діни терминдер жергілікті тілдерге аударылмай, қазақша айтылуының ескерілуімен тура қабылданып отырған. Мысалы, мәсжид сөзі мешіт сөзіне айналыпты. Сондай-ақ араб тілінің таралуына араб әліпбиінің негізінде құрылған қазақ жазуы да бірден-бір себеп болады. Мәселен, Абай Құнанбайұлының еңбектерінде араб тілінен енген кірме сөздер саны орасан зор болғаны сонша әзірленмеген қазақ оқырман кейбір сөздердің мағынасын түсінбеуі де ықтимал. Мұндайды басқа да сол дәуірдің ақындары мен жазушыларының әдебиетінен аңғаруға болады. Қазақ тіліндегі араб сөздерінің мысалдары. Сәлеметсіз бе? Араб тілінде ассаламу алейкум немесе сәламун. Жазумен, оқу, біліммен байланысты тап, китабун, қалам, қаламун, дәптер, дәфтарун, хат, хот, мақала, мақала, имтихан, имтихан секілді сөздер бар. Және мемлекет және құқықпен байланысты сөздер: мемлекет, мәмләкәтун, үкімет, хукуматун, арыз, ард, ватан, ватан, әкім, хаким, құқық, хукуқ, әділет, адала секілді сөздер бар. Және исламға байланысты дін, дин, саваб, саваб, тәубе, тәубатун, жамағат, жамаа, мешіт, мәсжид, мұнара, манара, хақ және ақиқат, хаққун, хақиқа секілді сөздер. Бисмилла, бисмилла, астағфирулла, астағфирулла, бәрекелді, бәракалла, әмин, әмин, дұға, дуа, дуа, мұқтаж, мұқтаж секілді сөздер. Оған орай уақытпен байланысты араб сөздері: уақыт, уақтун, заман, заманун, саат, саатун, жұма, жұма, ғасыр, асыр. Оқу мен ғылымға байланысты мектеп, мәктабун, тағылым, тәлім қазақ тіліндегі сөз, ta'lim араб тілінде. Ғылым, ілім сөзі ilm, мұғалім сөзі мұаллим, дәріс сөзі дәрс, тәжірибе, тәжрибәтун, ұстаз, ұстаз. Араб тілінен енген сөздердің көптігі соншалық, оларды айыру да қиын болар. Мысалға, күнде қолданып жүрген сөздер де араб тілінен асын алып жатыр. Олар маусым, бейбіт, әулет, мағына, лебіз, зауық, ләззат, махаббат, ақмақ, рух, шапағат, сиқыр, ғұмыр, баян, мұқтаж, ықтияр, қаулы, насихат, сурет, тағам, керемет, ғажайып, шарт, тарап, қабылдау, шайыр, дәуір, қағида, рұқсат, әуелі, ақырғы, мәрте, оқиға, сәби, ажал, мирас, зарар, табиғат секілді араб тілінен енген көптеген сөздер бар.